Қайырлы күн оқушылар. 7-ші сынып қысқаша көбейту формулаларына арналған есептерді шығаруды жалғастырамыз. Соның ішінде екі өрнектің квадраттарының айырымына арналған есептерді шығарамыз. 31-де 12-ші есепте көбейтуді орындаңдар дейді. Бұл жерде бізде қарап тұрсақ, мынау а минус в а плюс в-ге келіп тұр, формулаға сала саламыз. Ол деген сөз а минус в а плюс в жинайтын болса, яғни бір-біріне көбейтсек а квадрат минус в квадрат беретін еді. Енді бізде мына түрде берілген, соны біз жинақтап а квадрат минус в квадрат түріне кетіруіміз керек. Ол үшін минус жақсы жағына квадраттайтын едік. Минус жақшаға қарайық. 4-тің квадраты бізде 16 болады. А квадратты квадраттасақ, аның 4 дәрежесі болады. Минус y-тің квадрат, y квадрат болады. Келесі екіншісі 0,3-тің квадраты 0,100-100-9 болады. 0,100-9 v-ның кубты квадраттасақ 6 дәреже болады. V-ның 6 дәрежесі азайтылған x квадрат болады. Келесі, үшіншісі 1,1-дің квадраты, бірінші z-ті квадраттаймыз, мен шақшаны квадраттағандықтан. Z-тің квадраты z-тің 4 дәрежесі болады, минус 1,121 с-ның 4 дәрежесі болады. Төртіншісінде 21-дің квадраты 441, 441 d-ның 4 дәрежесі минус k-ның 6 дәрежесі болады. Келесі, минус шақшаны квадраттайық. 5-тің квадраты 25, a-ның 6 дәрежесі минус 16 v-ның 4 дәрежесі болады. 1,9. Минус шақша болғандықтан 6-ның квадраты 36 d квадрат минус 1,9-дің квадраты 3,161 с-ның 4-ге 2-ге бөлсек 8 дәрежесі болады. 31-де 13-ші есеп, минус шақшаны квадраттайық. 1,3-тің квадраты 1 бөлінген, 1,3 дейтін ғой, 3-тен 1-дің квадраты 9-дан 1 а квадрат минус 2-ден 1-дің квадраты 4-тен 1 в квадрат болады. Екіншіде 1,7-тен 4, 1,7-тен 4, жерде 7 деп жазайық. 1,7-ден 4-ті, 1,7-ден 4 деген ол бізде 7, 7-ге 4-ті қоссақ 11, 11 бөлінген 7 x-тің 5 дәрежесі минус z квадрат деп жазылады. Бұл бізде минусы және плюсы 11 бөлінген 7 плюс z квадрат. Минус жақшаны квадраттайық. 11-дің квадраты 121, бөлімі 49 болады, себебі 7-ның квадраты. X-тің 10 дәрежесі минус z-тің 4 дәрежесі болады. Минус шақшада минус болады. 121 бөлінген 49 z-тің 10. X-тің 10 дәрежесі минус z-тің 4 дәрежесі болады. Келесі, үшіншісінде 2-ның квадраты 4 болады, 3-ның квадраты 9 болады. m-ның квадраты m квадрат болады. Минус 3-дің квадраты 9 бөлімі 16 болады. 4 бөлінген 9 m квадрат минус 9 бөлінген 16 m квадрат болады. Келесі, минус шақшаны квадраттайық. m-ның квадраты m-ның 12 дәрежесі болады, минус екі жердегі күшім 6, 6-ға 1-ді қоссам 7 бөлінген 3 шығады. 7-ның квадраты 49 болады, ал 3-тің квадраты 9 болады. n-ның 5-те көбейтсем 10 дәрежесі болады. Келесі бізде 31-де
14-ші есеп. Так, 0,2-ның квадраты 0,4 а квадрат болады, минус 1,3-ның квадраты 1,69 в квадрат болады. Екіншісінде 0,1-ның квадраты 0,101 x-тің кубтық квадраттасақ 6 дәреже болады. Так, минус 2,125-ның квадраты 6,125 z квадрат болады. Келесі үшіншісіне минусты квадраттасақ, а-ның 10 дәрежесі болады, минус в-ның 4 дәрежесі болады. Төртіншісінде x-тің 8 дәрежесі болады, азайтылған y-тің 6 дәрежесі болады. Келесі бесіншісінде 7-ның квадраты 49, с-ның 4 дәрежесі, азайтылған 9 y квадрат болады. Тең, алтыншысында 4-тің квадраты 16, а-ның 4 дәрежесі, азайтылған 81, с-ның 8 дәрежесі болады. Сонымен балалар, бізде 31-де 14-тің соңына дейін шығардық. Әзір салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.